Сәлем достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен гнездо глухария салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Мен алдын ала заттарды дайындап алдым. Бізге майонез, кукуруз 1 банка және картошка пай, 2 қияр, 4 жұмыртқа және сарымсақ, колбаса, укроп керек болады. Алдымен қиярымызды видеода көрсетілгендей осылай жіңішке етіп турап, сосын ұзынша етіп салонка ретінде турап аламыз. Мендегі қияр орташа үлкендіктегі 2 қияр. Қараңыздар, міне біз қиярымызды турап болдық. Енді біз жұмыртқамызды видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Осылай салонка ретінде тураймыз. Міне біз жұмыртқамызды турап болдық барлығын. Енді бізге колбаса керек болды. Колбасаның кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Піскен ет те қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады піскен етпен де. Колбасамызды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Колбасамызды ұзынша етіп турап болдық. Қараңыздар, осындай болып шығады. Және бізге 2 сарымсақ, укроп қажет болады. Сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Енді біз укропымызды турап аламыз. Укропты да майдалап тураймыз. Міне біз турап болдық. Енді картошка пайымызды салып аламыз шетіне. Және туралған укропымызбен сарымсағымызды салатымыздың ортасына саламыз. 1 банка кукурузымыз қажет болады бізге. Кукурузымызды бетіне саламыз. Және дәміне қарай тұз саламыз. 5-6 қасық, ас қасықтай майонез саламыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді салаттардың бірі, жасалуы да оп-оңай. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге өте дәмді салат. Сіздерге менің рецептім ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің рецептіме жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Динара, ас болсын.